Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Дариға. Сіздерге берілген өлшемдерді көрген болсаңыздар, ал енді тігіп бастайық. Ең алдымен ұзындығы 6,5, ал ені 3,5 болатын тура осындай матамызды алып аламыз. Ал одан кейін 5-5 сантиметрлік ақ блоктарымызды алып, тура осылай етіп ортасын бөліп, 2-ге бөліп алуымыз керек. Бұл бізде тура осы тырнақ құрағымыздың өрнегін тігуге шығаруға керек болады. Мінекей тура осылай етіп, ұшын кішкенде шығарып, тура осылай жанынан тігіс түсіріп шығатын боламыз. Одан кейін біреуін тіккен соң, қайтадан үстіне екіншісін қойып, тура солай етіп, схемада көрсетілгендей тура осылай тігіс түсіріп шығамыз. Ал екеуі де тура осылай ашылған соң, мына ақ матамыздың үстін айналдыра тағы да бір рет тігіп шығуымыз керек. Мінекей мен өзім айтқандай тура солай етіп тігіп алдым. Көргендеріңізде енді артық жерлерін кесіп тастаймыз. Сонда сіздерде 3-ге 5 сантиметр болып қысқару керек. Соған дейін немесе одан да көп болса болады. Ал бірақ тура солай етіп қысқару керек. Міне көргендеріңізде қалғанын тура солай етіп жасайтын боламыз. Ал мінекей мен өзім айтқандай дайындап алдым. Ендігі кезек барлықтарының артық шеттерін тура осылай етіп асықпай ретімен кесіп шығамыз. Ал мінекей құрметті көрермендер, біздің құрағымызға қажетті тырнақ құрағы осымен дайын. Келесі видеода сіздермен түгелдей қалай дұрыстап құрау керек екенін үйрететін боламын.